Көкше өңірін қазақтың дәстүрлі ән өнерімен сусындатып келе жатқан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Көкшетау қаласының құрметті азаматы Бисара Мәкенқызын мерейлі 70 жасымен құттықтап, толайым шығармашылық табыс, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Бисара Мәкенқызы Семей өңірінің тумасы. Орта мектепті тамамдаған соң арман қуып Алматыға оқуға барып, халық әртісі Қайрат Байғұсыновтан дәріс алды. 1979 жылы эстрадалық цирк мәдениеті студиясын тамамдап, сол жылы жолдамамен Көкшетауға облыстық филармонияға келеді. Зейнет жасына дейін филармонияда әнші болып еңбек етті. Сонымен қатар, өнерге құштар жас буындарды тәрбиелеп, шынайы педагог, шыңдалған тәлімгер екендігін таныта білді. Саналы ғұмырын шығармашылыққа арнап, сахна өнерін дамытуға зор үлес қосты. Еңбегі еленіп 1990 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі атанды. Кешегі үкілі ыбырай, Біржан Сал, Ақан серілердің әндерін ұрпақтан ұрпаққа таратып, қазақтың қасиетті қара домбырасымен қосылып салған әндері дәстүрлі ән өнерінің тамаша үлгісі болды.